Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін ақш мемлекеттік облигацияларына қатысты сұрақтарға жауап береміз. Әдеттегідей сұрақтарға Жусан Инвест клиенттерге қолдау департаментінің менеджері Назерке Құрманжан жауап береді. Ал сізді қызықтырған өзге де сұрақтар болса, осы видеоның астына коммент ретінде қалдыруға болады. Біз қуана жауап береміз. Одан бөлек ақш мемлекеттік облигацияларын сатып алу үшін Жусан мобильді қолданбасын жүктеп, инвестициялар бөлімінде шот ашыңыз. Трежерис деген не? ақш қаржы министрлігі шығаратын бағалы қағаздарды трежерис деп атайды. Трежеристер тура облигациялар сияқты жұмыс істейді. Яғни сіз Жусан Инвест арқылы оларды сатып аласыз, ал бағалы қағаздың айналымдағы мерзімі біткенше долларда купондық төлемдер алып отырасыз. ақш-та қаржы министрлігін қазынашылық деп те атайды. Сол себепті борыштық бағалы қағаздардың да қазынашылық деген атауы бар. Қазынашылық деген сөз ағылшын тілінен Department of Treasury деп айтылады. Соған байланысты ақш мемлекеттік облигацияларын кейде трежерис деп те атайды. Трежеристердің қанша түрі бар? Трежеристердің 5 түрі бар. Біріншісі вексельдер. Бұл ең қысқа мерзімді облигациялар. Өтеу мерзімі 4, 8, 13, 26 немесе 52 аптадан тұрады. Вексельдер жеңілдікті пайдалана отырып шығарылады және номиналды құны бойынша, яғни бір қағаз үшін $100 өтеледі. Екінші категорияға ноталар жатады. Treasuries notes орта мерзімді бағалы қағаздар. Олар 2-3 жыл, 5 немесе 7-10 жыл аралығында өтеледі. Олар сондай-ақ $100 номиналында шығарылады және сол баға бойынша өтеледі. Үшіншісі Treasuries bonds немесе қазынашылық облигациялар. Төртіншісі TIPS немесе Treasuries Inflation Protected Securities деп аталады. Соңғысы FRN Floating Rate Note. Ол арнайы формула арқылы есептеледі. 10 апталық вексель мөлшерімен және де кейбір спредтер есепке алынады. Бұның өтеу мерзімі онша ұзақ емес, небәрі 2 жыл. Қанша пайда табуға болады? ақш долларында 5%-ға дейін пайда табуға болады және кассе биржасы арқылы сатқан кезде салық төлемейсіз. Бағалы қағаздар арасында AAA деген ең жоғары рейтингке ие. AAA рейтингі тәуекел деңгейі өте төмен екендігін білдіреді. Өтімділігі жоғары. Облигацияларды кассе биржасының кез келген сауда күнінде сата аласыз. Қалай сатып алуға болады? Жеке тұлғалар облигацияларды сатып алуға Жусан қосымшасының инвестициялар бөлімінде өтінім бере алады. Инвестициялар бөліміне өткенде, ақш мемлекеттік облигациялары деген бөлімді таңдап, сатып алғыңыз келген қағаздың санын енгізіңіз. Бұл доллар арқылы саудаланатын облигациялар. Сол себепті брокерлік шотыңызда долларда қаражат болу керек. Брокерлік шотты келесі жолмен оңай толтыруға болады. Жусан қосымшасындағы банк шотыңызда теңгені долларға айырбастап, одан кейін брокерлік шотыңызды доллармен толтырасыз. Ал заңды тұлғалар облигацияларды біздің веб-платформада сатып ала алады.